Апа, орныңызды біліңіз сіз. Баламыз екеуміздің арамызға түсе бермеңіз. Ақшаңды бер, үйт бер. Біздің семьямызда ақшаңызды не шақыруыңыз бар сіздің? Балаға үйт қарап, бүйт қарап. Сіз тудыңыз ба менің баламды? Деп айтқан ғой несібелінің келіні, прикиньте. Ол ерунда. Сәрсенкүлдің келінде ана келін айтқан сияқты айтқан ғой. Одан кейін енесі ана баласына барғанда, ана Кубраның тәрбиеле, жоғайде қатының ашаман келмей ма? Маған баж-баж еткізіп, қысқарт ананың тілін. Деген ғой, баласы барғанда, құрып кете бер бар үйден, мен шешемді қадірлемесең. Дегенде да еще көк ала қойдайғы жүрген, пожалуйста. Сөйттің ма? Жаман қыпты ғой, негіз айтпа керек қой, өйтіп вообще сөйлеме керек қой, келін дегенше. Не ол деймін да апа, вообще өйтіп айтпа керек қой. Тыныш жүру керек қой, келінігін енені сыйлау керек қой. Жынды ғой, тентек. Сауап болғанда өзіне,